қазақ пен қырғыз ғой, қарым-қатынасын қалай бір жолға қоямыз? Иә, бәсекелеспіз. Халыққа да керегі сол, иә, кім мықты, кім жеңеді деген сияқты. Алда қалай көріп тұрсыз осы екі елдегі дамуын? Иә, енді действительно бұл құпия емес, бәрі біледі. Әлем чемпионаты болсын, дүниежүзілік көшпенді ойыны болсын, қазақ пен қырғыздар постоянно финалда кездеседі. Мен ойлаймын, енді бұл кездесулерді нейтральный зонада өткізсе, мысалы Ташкент болсын, Таджикстан, любой жерде, мысалы сол жердің полярында өткізіп, международный судьялар, аккредитованный судьялар болсын, сол ойны, дружеский ойын өткізу керек, чемпионаттар өткізу керек, сөйтіп ойнап, бұл спортсмендер ғой. Ол жерге политика нені араластырмау керек. Ол чисто спорт. Все, кімнің аты мықты, кімнің дайындығы мықты, солар жеңеді. Менің ойым сондай. Одан кейін көкпар бар, көкбөрі бар ғой. Тартыстың бәрі осы жерден шығып жатыр. О баста қазақтың көкпарымен өтеді деді. Одан кейін көкбөрінің де екеуінің де ережесі қосылған. Екі жарыс медальдар жиынтығы сарапқа салынады екен. Осыған қатысты көзқарасыңыз, жалпы шешім дұрыс болды ма, әлде тек қана бір бағытты қалдыру керек пе деген сияқты? Енді бұл жерде былайда басында көкпар деп айтты, одан кейін көкпар да қосылды. Енді бұл жерде шешім қабылдаған біз емес, дүниежүзілік көкпар федерациясы емес, өткізіп жатқан мемлекет ол Қазақстан. Қазақстан өткізіп жатыр, Қазақстан басшылығы шешті, көкпарды ойнайды, көкпарды ойнайды. Енді бірақ та біздің Қазақстан сборные 7 жыл уже ойнамаған көкпару. 7 жыл қазандыққа шаппаған. Мысалы, көкпар мен көкбөрінің қандай айырмашылығы бар дейсіз, ол қазандық пен шеңбер мәре дейді. Ол жаңағы ана дүниежүзілік нелеріміз бар ғой, организациялар, Greenpeace деген. Солар мысалы қазандыққа аттар көп соғылады, сол үшін травма опасный болмау үшін шеңбер қылды жерге. Ол көкпардың ережесі сондай, а көкбөрінікі ол қазандыққа шабады. Енді біз Қазақстанның құрамасы 7 жыл көкбөр ойнамаған. Енді аттары да ол жерде уже енді аттарды үйрету керек қой, любой атты, мысалы шауып барып тоқтай қалады, или қасына шауып өтеді, мысалы аттарды үйрету керек, дайындау керек. Енді ойын көрсетеді. Жақсы. Сосын енді көшпенділер ойын жақындап қалды ғой, білесіз ғой, палуандардың бәрін білесіз, жылқыны білесіз, сосын қазақ пен қырғызды көп салыстырып жатады. Өзіңіздің бір ой, болжам, пікіріңіз айтып беріңізші, жалпы қалай көріп жатсыз енді? Басталу жағы көп уақыт қалған жоқ, 1-2 апта қалды. Құда қаласа енді бұйырған ұтады ғой енді, нәсіп болған ұтады Құда қаласа. Енді анау еш нәрсені айтып болмайды, поля шешеді ғой Құда қаласа. Қайсының әуметі жол жүреді, сол ұтады ғой. Кімнің бағы жанады. Бағы да, бабы да қатар шауып тұрған адам. Бағы мен бабы сай келсе, сол ұтады Құда қаласа. Өзіміздің жігіттермен сөйлесіп тұрасыздар ғой. Көңіл күйлері қалай екен, жаттығуын барса. Жаттығу бәрі зор. Енді өзіміз жігіттер ұтады деп ойлаймыз енді, Құда қаласа. Сосын командалық көкпар дамыту үшін не бір жолға қойылған дұрыс, қай бағытта қозғалған дұрыс, тағы да өз ойыңызды айтып кетіңізші осы тұрғыда. Команда ынтымағы болса, аттар, балдар сайлы болса, ұтады ғой Құда қаласа. Ары дамып кете береді ғой. Қазір әр аудан, әр облыста бәрінде бәрі ұйымдастырып жатыр командаға. Енді команданы көкпарға келетін болсақ, енді мен жеке ой пікірім ол жерде енді атты да мықтап дайындалу керек. Неге десеңіз, команданы көкпар болсын, жаппай көкпар болсын, 60-70% результат, жақсы результат ол аттан. Атын мықты болып тұрса, атын дайын болып тұрса, атын бабында болса, сол кезде жақсы результат болады. Біріншіден, екіншіден біз спортшыларымыз шабандоздарға келсек, мысалы, да, любой шабандоздар болсын, біздің құрама болсын, көрші мемлекеттің құрамалары, олар физический дайындық дейді ғой, физический дайындықтары болу керек. Учебно-тренировочный сбор, УТС көбірек өткізу керек. Ол качка бола ма, кросс бола ма, сондай. Палуандардың өзі. Иә, палуандардың өзі жақсы дайындық жасау керек. Ол жерге бізге мамандар керек, жақсы мамандар керек. Мысалы, сертифицированный дейді ғой, мысалы. Сондай мамандар керек. Обязательно міндетті түрде қазір енді бұрын бұл болмаған, қазір психологтар керек. Любой спортқа қара, күрес болсын, не болсын, бокс болсын, обязательно спортивный психолог болу керек. Потому что любой спортшының ең бірінші результаты ол бастан кетеді. Мысалы, қандай күші көп болып тұрса, настроен дұрыс болмаса, ол жарыс ертең болғанда жанып кетеді ол. Уайымдайды, жауапкершілік бар, бәрі қарайды, үйдегілер айтады, ұят болады, балам, бүйт сөйт деп, понимаете? Сол үшін бізде психологтар көп болу керек. Именно командный көкпарға.